Эдегава рампы егіздер. Үшінші бөлім. Камерада ешқандай айна жоқ. Алайда әркез жуыну үшін немесе моншаға барған уақытта мен су бетінен ағамның жүзін көремін. Тіпті сорпа құйылған тостақтың ішінен де оның үрейге толы көздерімен маған қарап тұрғанын байқағанда жанымды қоярға жер таппаймын. Жарықпен шағылысатын әрбір заттар, ыдыс-аяқ, металдан жасалған кез келген құралдар, тағы да сол сияқты бауырымның бейнесін кейде шамадан тыс үлкейтіп, кейде кішірейтіп көз алдыма әкеледі де тұрады. Түрменің терезесінен күн сәулесі түскен шақта осы көлегейленген көлеңкемнен де қорқатынды шығардым. Тіпті соңғы кездері өзімнің дене бітімімнен де сескенетін болдым. Себебі ағам екеуміз қылдай айырмашылық жоқ егіздер екенімізді ескерсек, дене бітімімізде де ешқандай ерекшелік жоқ екені даусыз. Осындай азапқа шыдағанша өлген артық. О, мен осы бір өлім жазасынан қорқады дейсіз бе? Керісінше, асыға күтіп отырмын. Бірақ аузын арандай ашқан ажалды арым таза күйінде қарсы алғым келеді. Әрине, аз да болса кешірім алып, жанымның жай тапқанын қалаймын. Тым болмаса, соңғы сәттерімде жан азабынан айығып, бауырымның қорқынышынан, елесінен құтылғым келеді. Қос жанарымнан аққан ар азабының көз жасын тыю үшін бір-ақ жол бар секілді. Қолыммен істеген ісімді мойныммен көтеру. Әулие-әкей, осы бір соңғы сөздерімді сот залында отырғандарға айту үшін қиындық танытпаңызшы, өтінем. О, сосын әйеліме де айтыңыз. Жалбарынамын. Сіз уәде бересіз бе? Алғысым шексіз. Ал енді бәрін басынан бастайын. Жоғарыда айтқанымдай, біз бауырым екеуміз егіздерміз. Менің жан басымдағы қалды есептемегенде қылдай айырмашылығымыз жоқ. Бір туған бауырлар едік. Тек менің қалым арқылы әке-шешелеріміздің өзі бізді әрең ажырататын. Меніңше, кімде-кім бізді, қауға басымызды әртал шашының өзін санайтын болса, бірдей шығатынымызға сенімім мол. Кейіннен жұмысқа әрекетімді іске асыру үшін осы бір ұқсастықтарымыз себепкер болады деп кім ойлаған. Мамыражай күндердің бірінде туған ағамды өлтіру жайлы ой басыма сап ете қалды. Ашығын айтайын, шымды күйдірген қызғанышым болмаса, туған бауырымды ешқашан жек көрген емеспін. Әке-шешеміздің артынан қалған байлықтың басым көпшілігі үйдің үлкені болғандықтан ағама қалды да, маған қайдағы жоқ, қалған-құтқан соқыр тиындар ғана елігіме өтті. Ал енді осыған қалайша ішің ашымайды. Ең сорақысы, ақыр аяғында менің жүрегімнің төрінен орын алған ару мендік емес, оның қойнындағы қатыны болып шыға келді. Себеп, қыздың ата-анасы маған қарағанда ағамның қалтасы қалың екенін ескеріп, соған берді. Жеңгеме көңілім әу бастан бар екен, ол білмесе де, мен оны орынсыз қызғандым. Егер осы оқиғалар кімді кінәлі десең, ойланбастан әке-шешемді айтар едім. Қос бірдей перзентін алалап, жомарттық танытудың орнына бірінің қалтасына байлығының жартысынан астамын берсе, біріне бірнеше соқыр бақырлар ғана бергені қалай? Ақылға қонбайды. Ал енді ағамның отау құрғанына қатысты айтатын болсақ, дәулетті ағам өзінің әйелінің бұрынғы менің сүйіктім болғанынан хабарсыз еді. Менің орнымда басқа біреу болғанда, бәлкім мұндай келеңсіз оқиға болмас па еді, кім біледі. Сорыма қарай мен байғұс қалай ақша жұмсау керектігін де білмедім. Тіпті менің өмірімде алға қойған мақсатым болды дегенге өзімнің де күмәнім бар. Құр сенделіп, шырылдауық шегіртке ыршып жүріп ән салған кебінін кигенім тағы рас. Бәлкім ең ұлы күдіктің апанына түсіп кеткен уақытта осы өмірдегі бар байлық пен бақытымның басқа біреуге өтіп кеткенін түсінген болармын. Шынымды айтсам, ең аяулы әке-шешем маған соқыр тиындар ғана қалдырды деп артық айттым. Олар маған қомақты қаржыны мұра қылып тастап кеткен. Тек ол ақшаны мен көп ұзамай-ақ жаратып жібердім. Ақыры ағамның алдына барып, қолымды жаюдан басқа амалым қалмады. Ақша сұрауым жиілеп кеткен соң, осы бір жомарттығым ертең інімнің болашағына қиянат болып тиіп кетеді-ау, деп маған көмек беруден үзілді-кесілді бас тартты. Үнемі келген сайын ол маған: мен сені өмір бойы асырай алмаймын. Бұл әдетіңнен арыл деуімнен таймады. Жалғасы бар.